Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге асқабақтан жасалған кекстің рецептпен бөлісетін боламын. Егер сіздердің балаларыңыз асқабақ жемесе, осы рецептпен жасауларыңызға болады. Рецептің барлық құрамы описанияда бар, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне қант, одан соң тұзды қосып, барлығын венчикпен жақсылап араластырамыз. Ертілген майды қосып араластырамыз. Асқабақты үккіштен өткізгеннен кейін өлшейміз. Одан соң массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін алдын ала дайындалған оның үстіне қамыр қопсықышымызды қосамыз. Одан кейін ұнды аз-аздан массамызға саламыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіздер. 3 бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Міне осылай барлығын араластырғаннан кейін бізде осындай қамыр дайын болуы керек. Қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады. Енді дайын болған қамырымызды формаға құямыз. Менде осындай силиконды форма, оның астын кішкене майлап алдым. Одан кейін барлық қамырды осылай құйып шығамыз. Одан соң бетіне өз қалауларыңыз бойынша шоколадты бөліп салуларыңызға болады. Ол ерекше дәм береді. Енді алдын ала қыздырылған пеште 30-35 минут пісіреміз. Кекстарымыздың піскенін ағаш таяқшаның көмегімен білеміз. Яғни таяғымыз құрғақ болған кезде кекстарымыз пісті деген сөз. Міне достар, біздің кексіміз пісіп шықты. Өте жақсы көтерілген, дәмі дегенді өте дәмді. Ішінде асқабақтың бар екені де білінбейді. Балалар жақсы жеп қойды. Әсіресе күздің кезінде асқабақтың осылай дайындап пісіріп берулеріңізге болады. Рецепт ұнаса арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.